Музаммил сүресіндегі арифметикалық ажайып. Бәріміз білетін ақиқат, алғаш рет пайғамбарымызға түскен сүре Алақ сүресі, яғни Иқра бисми раббикаллази халақ. Осы аяттан бастап Құран басталды. Және одан кейін Муддассир, сосын Музаммил сүресі келді. Енді пайғамбарымыз өзіне түсетін Құранның қанша сүре болатындығын, қалай аяқталатындығын, қанша жылға созылатынынан да хабарсыз еді. Қызығы, Музаммил сүресінде алғашқы түскен сүрелердің ішінде Музаммил сүресінде алғаш рет Құран сөзін қолданды Аллах Тағала. Яғни «Вараттилил Құр'ана тартила». Түнгі намазға тұрған кезде Құранды асықпай, байыппен, бүкіл ережелерін сақтай отырып оқы деген сөз еді. Дәл осы сөздің тәпсірі ретінде Музаммил сүресінің соңғы жағында 20-шы аятта ашықтаған аятын түсірді. Яғни «Фақрау ма таяссара минал Құр'ан». Құраннан жеңіл келгенін оқы, өзіңе жеңіл келгенін оқы деп басталады. Және аяттың соңғы жағы «Фақрау ма таяссара минху». Одан жеңіл келген оқы деп аяқталады. Осы екі аралықты Құраннан жеңіл келген оқы дегеннен бастап, одан, яғни Құраннан жеңіл келген оқы деген екі бірдей ұқсас сөздің арасындағы әріптерді санаған кезде тұп-тура 114 әріпті қолданған. Бұл арқылы Аллах Тағала түнгі намазда тұрған кезінде Құранның 114 сүренің ішінде қайсы сүре сізге жеңіл келеді, соны оқысаңыз болады деп рұқсат етуде, немесе Құраннан қай бөлігі сізге жеңіл, соны оқысаңыз болады. Және де ең кереметі, Құран болашақта 114 сүреден тұратындығына ашық шақыру тасталып баяндалған ғылыми арифметикалық жаңалық еді. Бұл Алла Тағаланың құдіретінің белгісі. Алланың сөзі хақ.